Қайырлы күн, жамағат. Мен Рая Махамбетқызы, жоғары медициналық колледждің педагог-психологымын. Пайдасы тиер деген ниетпен жас буынға кеңес ұсынғым келіп отыр. Қадірлі жас буын, келешегіңіздің жақсылықтан тұратынын қалай дегенсіз? Онда санаңызды жағымсыз ақпараттан босатуыңыз керек. Яғни, жағымды ақпаратқа жол беріңіз. Бұл дегеніңіз өткенге өкінбеу, келешекке сену. Өзгелер жайлы жақсы ойлау, ең бастысы кешірімді болу. Ал кешірімді болу деген сөз санағдағы жақсы идеяларға орын босату деген сөз. Ал бұл жақсы идеялар сіздің тұлғаңызды биіктетеді. Ол сізді ортаңызда парасатты етеді. Міне осы кезде сіз бүгінгі таңдағы мың сан мазалаған сұрақтың сіз үшін дұрыс жауабын таба аласыз. Яғни мынадай артықшылықтарға сенесіз. Сіз келешек отбасының тірегісіз. Сіз еліңіздің ертеңісіз. Сіз жеріңіздің иесісіз. Мінекей осындай артықшылықтардың жалғаса беретін осындай артықшылықтардың бар болуы текке ғана тәуелсіздігіміздің арқасы. Олай болса, сол тәуелсіз еліміздің саулығының болуы маңыздылардың маңыздысы. Қазағым, айналайын алашым-ай, ел болып келешекке барасың-ай, елімнің бар байлығы тәуелсіздік, айта жүр балаңыздың баласына. Осындай еліміздің саулығының болуы, ол негізі оның отбасы саулығында жатыр. Ал отбасы саулығының негізі сенің саулығында жатыр, жас буын. Олай болса, қазіргі таңдағыдай алтындай салмақты сабырлықты қажет етіп отқан уақыт сізден салауатты да, сабырлы да, жан-жағыңызға сондай көзбен қарауды талап етіп отыр. Олай болса, сіздің саулығыңыз өте маңызды, жас буын. Еліміздің саулығы үшін өте маңызды.